Бары жақсы болады, шымбалы бар. Опынбаевтың кеңесшісінің көрсетмесімен отырмыз. Жоқты Опынбаевтың кеңесшісінің жер ғана көрсетмесі бар. Мына башалмандық бойынша, күшменен басып алу бойынша бір дәлел, бір факты, бір еш нәрсе көрсете алушылар жоқ. Мен 7 айдан бері түрмеде жөн ғана отырамын. Мен отыра беремін. Кешірім де сұрамаймын, ешкім алдына иіліп те бермеймін. Мен аяғына чейін ақиқатты жер ел үшін түрмедегі түрмесіне отырып беремін. Бирок тарих таразалайды, ел бағалайды. Ақырында ким түрмеге алып келсе, ошолар түрмеге отырады. Анткени мыйзамсыз бийликти басып алуу деген күнөөнү коюп атышат. Эгерде мыйзамсыз бийликти басып алуу күнөөсүн коюлса, анда бул бийлик өзү мыйзамсыз деп эсептелет.